Мемлекеттік қызмет көрсету жәрмеңкесінде сәулет және қала құрылысы, денсаулық сақтау, білім, азаматтық хал актілерін тіркеу секілді 20-дан астам мемлекеттік органнан көмек берілді. Осы арқылы халыққа кеңес беру және әдістемелік көмек көрсету, сондай-ақ мемлекеттік қызмет алудың тиімді тұстары насихатталды. Мәселен, қала тұрғыны Гүлзада Шармағанбетова жұмыспен қамту бөлімі мамандарынан қажетті ақпаратты осы жерде алғандардың бірі. Осында кіріп едім, мен көрдім, келсем жәрмеңке болып жатыр екен. Сосын консультация алуға отырдым, қыздардан жұмыс сұрадым өзіме. Балам биыл бітірген еді, диплом алған. Сол жастар тәжірибесі деген практика өтеді екен, декабрь айына шейін, соны сұрадым. Жалпы мамандар кеңесіне аз уақыт ішінде 100-ден астам тұрғын жүгінді. Балабақша кезегіне тұру, электрондық үкімет порталын пайдалану, зейнетақы және жәрдемақы рәсімдеу, жеңілдікпен пәтер алу және жер теліміне қол жеткізу секілді сұрақтар тұрғындарды қызықтырды. Жарты сағаттың мағдарында 20-дан астам адамға мемлекеттік қызметтер көрсеттік. Әлі де мемлекеттік қызметтер көрсету аясы жалғастырылуда. Оның ішінде көп адамдарды жаңа мемлекеттік электрондық қызметтің пайдалануынан бұрынғы қалыпта бізге келіп өтініш жазумен айырмашылықтарын сұрайды. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров пен мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департамент басшысы Жандос Сәрсенов те жәрмеңкеге қатысқан мемлекеттік орган өкілдерімен тілдесіп, қызмет көрсету сапасымен танысты. Өткізудің мақсаты мүмкіндігінше елдер осы мемлекет көрсететін қызметтердің туралы ақпаратты алу мүмкіндіктері. Мақсат осы экономикалық белсенді азаматтардың ішіне солардың арасында осы сандық қолтаңбаларды тарату, беру және соларды жаңа азаматтардың белсенді пайдалану мүмкіндігін қарастыру. Сонымен қатар аздаған уақыт ішінде бірнеше азаматқа электрондық цифрлы қолтаңбаны қолдану, үкімет веб-порталы арқылы электрондық қызметтерді алу тәсілдері түсіндірілді. Мақсат Бисенаев, Еркелан Тойболдин, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.